Достар, бүгін біз сіздермен жалпы жіптің керілу күші жайлы сөз қозғаймыз. Яғни керілу күші дегеніміз қандай күш, оның формасы қалай және қалай өзгереді деген сұрақтарға жауап береміз. Әрине, видеоны бастамай тұрып, тырсыз жүрек, комментарий, досыңызбен бөлісіп, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Жалпы керілу күші дегеніміз не? Оның формуласы қалай жазылады, қалай анықталынады деген сұраққа жауап береміз. Жалпы керілу күші дегеніміз бұл жіптің екі ұшына қарсы бағытта әрекет жасайтын күш деп айтамыз. Ол қалай? Мысалы, көріп тұрғанымыздай мына бетте массасы М2 дене берілген, міне. Және массасы М1 дене берілген. Екі дене массалары бойынша қарайтын болсақ, әрине мына жағдаят үшін бізде М1 үлкен М2-ден болып тұр, жалпы жағдаятына қарайтын болсақ, көлеміне қарайтын болсақ. Енді дәл осылай деп қарастырайық. Яғни масса 1, масса 2-ден үлкен екен. Дәл осы жағдаятта дене не істейді? Демек, осы М2 жоғары қарай не істейді? Қозғалады. А үдеумен көтеріледі деген сөз. Осы жағдаятта біздің мына беттегі денеміз жоғары қарай көтеріледі. Ал М1 төмен қарай түседі. Дәл осы жерде, мына жерде бізде Т керілу күші деген бар. Бұл Т керілу күші дегеніміз, егер мына денеміз М1-іміз төмен қарай әрекет жасаса, керілу күші жоғары қарай әрекет жасайды. Жоғары қарай әрекет жасайды. Ал мына бетте М2-нің үстіндегі керілу күші де жоғары қарай әрекет жасайды. Яғни нәтижесінде екі күші, жіптің де керілу күші бір-біріне қарсы. Ол қалай деген сөз? Массасы үлкен дененің бағытындағы керілу күші мен массасы кіші дененің бағытындағы керілу күші бір-біріне қарсы әрекетте болады екен. Бағытта. Енді осы жағдаятта біз не істейміз? Керілу күшін анықтаймыз. Ол үшін біз бірінші болып Ньютонның екінші заңын тоқтауын жасаймыз. Ньютонның екінші заңымызда F тең М көбейту А деген формуласы бар. Енді осы жерде қарайтын болсаңыздар, мына бетте F2 деп алайын. Бұл неге тең болады? М2 көбейту G-ға тең болады, Ол басылып тұр ғой негізі, жерден жоғары тұр. Сол үшін бұл жерде ауырлық күші төмен қарай әрекет жасайды деп, мынау төмен қарай әрекет жасайтынын көрсетеміз. Және М1, ол да төмен қарай әрекет жасайды, ауырлық күшімен түсіреді ғой. Нәтижесінде F1, то есть F1 тең М1 көбейту G деп аламын. Енді қараңыздар, осы жерде F1 төмен қарай әрекет жасаған кезде, мына денеміз, яғни F2-міз жоғары қарай көтеріледі, себебі оның массасы аз болған. Егер де сіз физика пәні бойынша онлайн сабақ алғыңыз келсе, төмендегі номерге байланысып шықсаңыз болады WhatsApp арқылы, біз сізге толыққанды көмек бере аламыз. Бұл кішігірім реклама еді. Кеттік, жалғастырайық. Екі күштің бағыты қарама-қарсы болған үшін, әрине қарама-қарсы болса күштерді не істейміз? Азайтамыз. Сол үшін біз F1 азайту F2 тең екі дененің массасы да бірдей үдеумен қозғалса келеді. Сол үшін біз М1 қосамыз М2-ні және жақшаның сыртында үдеу болады. Енді осы жерден бізге үдеу табу керек. Үдеу табатын болсақ, F1 азайту F2 бөлеміз М1 қосу М2 болады. Яғни осы формуланың көмегімен біз мына беттегі массасы кіші дененің жоғары қарай қандай үдеумен қозғалатындығын анықтаймыз. Бұл бір. Екі, енді біз мына беттен несін өзгертіп алайық, түсін. Енді біз керілу күшін анықтаймыз. Яғни осы беттегі керілу күшін қарастырайық. Мына беттегі керілу күшін қарастырамыз. Енді керілу күшін тапқан кезде біз не істейміз? Бізде F1 төмен қарай әрекет жасаса, керілу күші жоғары қарай әрекет жасап тұр. Бір-біріне қарама-қарсы болған үшін біз F1 азайту керілу күші тең болады М1 көбейту үдеу болады. Осы жерден керілу күшін табатын болсақ, F1-іміз азайтамыз, М1 көбейту үдеу болады екен. Яғни осы форманың көмегімен біз не істейміз? Керілу күшін анықтасақ болады. Сіздермен жалпылама алған кезде блок, жылжымайтын блоктағы ілініп тұрған екі дененің қозғалысы бойынша оның қозғалу үдеуін керілу күшін қарастырдық. Дәл осы екі формуланың көмегімен біз тағы да формуланы түрлендірсек болады, достар. Мысалы, үдеудің формуласын былай жазсақ та болады ғой. М1, көбейту G, азайтамыз М2 көбейту G, бөлеміз М1
қосу m2 деп жазсам да болады деген сөз. Себебі мен не істедім? Күшті аштым, F-ті аштым. Яғни сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Әрине бізге тіркеліп, досыңызбен бөлісіп, дәл осы тақырып сияқты сізде де күрделі бір тақырыптар болуы мүмкін. Сіз үшін түсініксіз болған. Сондай тақырыпты комментария қалдырыңыз, біз соны талдайтын боламыз. Достар, келесі түсіндірме тақырыпта түсіндірме есепте жолыққанша. Яғни есеп талдау, тақырып талдау бізден, қолдау сіздерден.